Үш ағзаттан тұратын тәтті пісіретін боламыз. Балаларыңызға және қонақтарыңыз келген кезде алдына ұялмай пісіретін тәтті. Ең алдымен бізге қажетті заттар: ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, сгущенкамызды, разрыхлителімізді, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз, қыздар. Қамырымыз осылай жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Осылай кішкене бөлшектерге бөліп, осылай домалақ етіп алатын боламыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға майымызды құйып, жақсылап баяу отта пісіретін боламыз. Қатты отта пісірмейміз, себебі арасы шикі болып қалуы мүмкін. Дәмі енді сөзсіз біздің отбасымызға ұнады, күшті, және де қонақтарыңыздың алдарына ұялмай қоясыздар. Өз еріктеріңізде қонақтарыңыз осылай ыдысымызға салып, шоколадпен де және де сахарный пудрамен де ұсынсаңыздар болады. Мен сахарный пудра септім, күшті болып шықты. Егер де менің рецептім ұнаған болса, парақшама тіркеп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз.